Егер де сен 10 секундтың ішінде менің арнама тіркеліп лайк басқан болсаң, сенің аккаунтыңа легендарный боец түседі. Ал біз видеомызға кеттік. Ассалаумағалейкум құрметті менің подписчиктерім. Достар, бүгін біз өзіміздің подписчигіміздің аккаунтын ашайын деп жатыр. Я, бұл бала алдыңғы видеода подписчиктердің сундугын ашу деген видеода шыққан болатын. Бұл бала енді тағы сундук жинап қойыпты, бірақ біз кристалға ойнамаймыз, достар. Жай ғана ашқызғысы келген екен. Бізде легаға деген шанс 450. Ал, бісміллә! Пайпер, достар, Пайпер! Ебать! Бірінші сандықтан көрдіңіздер достар, мен жаңа тактика ойлап таптым. Ақырғы рет алған скиніңізбен сол адамның қойған суретін жазып және одиночныйға қойсаңыздар, сіздерге отвечаю персонаж түседі. Және достар, білесіздер, бүгін Brawl Talk болып өтті. Brawl Talk'та өте маңызды ақпараттар айтылды. Қандай ақпараттар десеңіздер, достар, осындай сундуктарды алып тастайтын болды. Неге алып тастайды дейтін болсаңыздар, тек қана Brawl Pass деген картамен ғана ала аласыздар. Ол картада енді Free Fire сияқты, Clash Royale сияқты несін сатып пропустын сатып аласыздар да, сонымен сіздерге әр тапсырма орындаған сайын толып отырады. Және де достар, ол Brawl Pass'та бесплатный бар және платный бар. Бесплатныйда енді адам шығу өте қиын, неге десеңіздер, бәрі ақшаға құмар болып кеткен қазіргі таңда, білесіздер. Және де тағы бір ақпарат, достар, Brawl Pass'та егер де сіздер Brawl Pass'тың несін пропустын сатып алсаңыздар, сол жерде сіздерге бір персонаж беретін болады. Отвечаю, бір персонаж подаркіге береді. Және де достар, бізде жаңа скиндер, жаңа бравлерлер шығып жатыр. Енді өздеріңізде Brawl Talk'ты көрген болсаңыздар, бізде легаға деген шанс өте төмен. Так. Және бізде достар, міне Пайпер шықты. Пайперді алып алайық, мүмкін тағы адамдар беріп қалар. Brawl Pass надоел уже. Әлі достар, Пайперден басқа ешнәрсе шығып жатқан жоқ. Енді ары қарайда сундуктарды ашамыз. Чемпионаттан біз енді достар өте алмай қалдық. Өте өкінішті. Достар, енді подписчикке қолдау көрсетіп, каналыма лайк басып, коммент жазып отырыңыздар. Достар, бұл маңызды сөз. Енді сіздер тезірек сундуктарыңызды ашып алмасаңыздар, ертеңгі обновленияда уже бәрі кеш болады. Тағы не десек болады? Енді достар, сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып отырыңыздар. Сіздерге отвечаю персонажа түседі. Егер де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, менің тактикамды да қолданып көріңіздер, сіздерге отвечаю адам түседі. О, гаджет екен достар. Енді бұл бала әжептеуір сундук жинаған. 2 аптаның ішінде уже 50 маленький және 4 большой енді өте керемет. Бұл бала енді шыдамды бала екен. Достар, 150 подписчикке менде аз ғана подписчик қалды. Тезірек каналға тіркеліп кетіңіздерші, өтінемін сіздерден. Егер сен сундук ашқызғың келсе, достар, менің WhatsApp номеріме жазыңыздар. Сол WhatsApp'тан мен барлық шарттарды, нелерді айтатын боламын. Так, бізде әлі ешнәрсе шыққан жоқ, бірақ кристалдар беріп жатыр и ақша беріп жатыр. Я, достар, міне біздің подписчикте енді шанс жоғарылапты, чуть-чуть қана жоғарылаған, бірақ ящик қалды енді достар. Жоқ. Егер 30
30-дан 40-тан төмен шығатын болса сіздерге отвечаю персонаждар түседі достар. Ал енді бұл баланың несіне біз пайпер түсіріп бердік. Біз кейінгі аккаунтымыздан, өзіміздің аккаунттарымыздан сандық ашатын боламыз достар. Ал кеттік. Так, міне достар, біздің кейінгі аккаунт Тики. Бұл енді біз ақыры рет алған Пеннидің скинін және соның авасын қазір қойып, сол цветтегі нені қоямыз. Сөйтіп адам шығуы мүмкін. Бұл тактикалар енді өзім ойлап тауып жатырмын достар. Так, сундық ашып бастадық. Енді бұл балада адам шықпағалы біраз болған. Ал бізде пока ешнәрсе түсіп жатқан жоқ. Достар, сіздер осы нені видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер достар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз, әрбір тіркелгендеріңіз мен үшін үлкен күш, үлкен жеңіс деп білем достар. Бізде әлі ешнәрсе шыққан жоқ. Так, шанс 10-да 60 әлі көтерілмеген. Пока жоқ. Достар, менің каналымда уже 335 подписчик жинап тастадыңыздар достар. Қане тезірек 350 подписчикке жеткізіп сақ, сол кезде мен конкурс ұйымдастыратын болам. Сол конкурс, қандай конкурс десеңіздер, мен сол кезде айтатын болам. Конкурс шарттарын, конкурс қалай болады, не болады дегенді айтатын боламын. Және де бізде пока ешнәрсе шыққан жоқ. 6 сандық қалды. Так, достар, менде уже ең недегі кубогым уже 19-ға жетейін деп қалды. Бақыттың өлегі деген сайтымнан 19 кубқа жетейін деп қалдым. Мен осы сезон біткенше оны 20 000 кубокқа апатит ететін боламын. Жоқ, бізде 2 простой және 1 большой ящик қалды, пока ешнәрсе шыққан жоқ. Жай ғана бұл сундуктарды жай ғана ашып жатық, ешқандай спормен ойнап жатқан жоқпыз. Кристалға, анауға, мынаған деп. 1 большой қалды. Қан достар, каналға тіркелген болсаңыздар адам шығады. Жоқ, 47 болса ешнәрсе шықпайды. Осымен видеомыз аяқталды достар. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Ал сау болыңыздар.